Саламатсыздар ма оқушылар? Бүгінгі тақырып мына бұйымды әзірлеу, дайындау. Бұйым дайындау дегеніміз мысалға үй тұрмысына, мектепте, мекемеде әртүрлі бұйымдарды дайындап үйренуіміз керек. Дұрыс па? Ертең келешекте бізге ол керек сендерге. Үйім дайындап, мысалға бір жері сынып қалса, не қалса, өздерің жөндеп келейік, нені сатып ала бермей, өзің қолдарыңмен дайындаған дұрыс, сол үшін міне. Мысалға бүгін киім ілгіш дайындаймыз деп отырмыз. Киім ілгіш дайындау үшін не болу керекпіз? Мына электр бұрғымен жұмыс істейміз, электр бұрғымен жұмыс істейміз. Бұл енді электр бұрғымен жұмыс істеу үшін біз техника қауіпсіздігін, мысалы сабақ сайын техника қауіпсіздігін өтеміз ғой. Техника қауіпсіздігін еске түсіріп, оны сақтауымыз керек. Техника қауіпсіздігімен жұмыс істемесек, бұл өзімізге, денсаулыққа, өмірге қауіпті. Неге? Өйткені бұл электр токпен істейді. Бұл жерде 220 вольт. Бұл адамның өміріне қауіпті. Одан кейін өте сақ болу керек. Өте мұқият болу керек. Ақауы бар құралдармен жұмыс істеуге болмайды. Міне, мысалға мынау электр жалғағыш, анау жаққа барып жалғасатына жетпей қалады ғой. Соны мына әкелдік, бұны бүйтіп көрдік, бұл ақауы жоқ. Енді бұған мына электр бұрғыны жалғамас бұрын бұны не қыламыз? Тексеріп шығамыз, Міне басынан бастап мынау қалай орнатылған, бәрі бос емес па, жұмыс істеп жатқаныңызда шығып кетпеу үшін бәрін тексеріп шығуымыз керек. Еш жері сынбаған ба, жарылмаған ба, соның бәрін бос емес пе, бәрін тексеріп шығу. Одан кейін мынау шнур дейміз ғой, мына ток келетін, осыны бұлай бүйтіп, басынан аяғына дейін бүйтіп, көріңіз, мына басы не ма, бос емес пе, бәрі. Еш жерінде ақау жоқ па, сымы кесіліп, сымы шығып тұрған жоқ па, соның бәрін тексеруіміз керек. Тексеріп болғаннан кейін барып, оны мынаға қосамыз. Одан кейін, оны қосатын болғаннан кейін, енді мына жұмыс істеу керек қой. Одан кейін бар мына тоқты мына жерден қосып ажырататын бар. Оны қосамыз, Енді қараймыз. Жұмыс істеп тұр. Енді мына басына бүйтіп отырғызамыз. Ұстап тұр. Әбден жақсылап отырғызу керек мына кетіктерін. Су көрді қаймайды. Түсінікті ғой, Енді кім? Келсі. Кезектесек істейміз. Мына. Ашықпа. Мынау белгілеп қойғанбыз. Сол белгі бойынша қойсаңдар, мысалы бәрі бірдей шығады түзу. Ара қашықтығы бірдей болады. Сен сәл ұстап тұр. Қолында байлады. Басмақыңызды қолды жақын ұстама. Өйткені анау қолды кесіп жіберді қолды. Сол үшін ашықпау керек. Қоя салды. Кім келесі? Ашықпа. Мына көшіріп тұрайын, қойып алып, одан кейін бар. Дайын болған кезде мынаны қосамыз.
Dayınsın mı? Aşkla. Kendi bir onu tutasıp durdur. Olsan ha. Dayınsın mı? Dayın da bayçayın. Dayın da bayçayın. Güzel yok. Kosa. Yemiş. Gelirsin. Yani boşuna işte. Aşkla. Can karama. Cumhur Sevat'ta can karamayanlar. Toktan. Daim tüzü koyursa tüzü. Oylan bu. Oldu. Aşkla. Aşkma dedim mi? Koy. Oldu bak, oldu bak. Gelirsin. Yok, daim dediniz o zaman. Daim dedi, aşkla. Aşkla. Al. Güzel işte. Ta anam diyorsun. Bunlar boşuna gidiyor. Yeter. Ama buyumuz daim oldu, kiyilmiş. Daim oldu. Hey! Daim oldu. Енді bunu mekteптің қабырғасына koyamız. Қай жерге келсек болады? Мысалға, мынау жұмыс киімдерінде іліп қоюға болады, осымен. Мысалға, жұмыс келген кезде, осындай жұмыс істейтін кезде, осындай халаттардың жұмыс киімдерінде іліп қойсақ, сол жердің аласында да киіп, кейін жұмыс біткеннен кейін қайтып іліп қоямыз. Одан кейін ол мектеп формаларын былғанбайды бір жерден, жыртылмайды, не қылмайды, сол үшін сыртынан киетін жұмыс киімдерді осы жерге іліп қоямыз. Енді осыны іліп қояйық, мен мынаны ұстайын. Сен кел, екеуің енді мына жерге ілеміз. Sal jolar usta. Dayınızın mı? Yeni aldın mı şunu? Tuzu koy bana. Ya aşk var. Dayınızın mı? Olsun, aşk oldu. Sen düz usta tutacaksın. Oldu. Yakın. Aşk oldu. Yeniden koşun. Kimin işleyin oldu. Yeniden sen. Kiminde çeşit. Kimleri el.
Жақсылап әдемілеп төгіп қойып, шетінен бастап. Үстіп шетінен бастап, ілесіңдер, енді мына екіншісін істейік. Кейін жұмыс біткеннен кейін үстіп іліп қоясыңдар. Енді сен көрсету көрсетдің ғой, енді сен қайтып алып, киіп алып, енді мынаны істейсің. Бұл жерде тағы не бар екен? Шешіліп. Mağumuz 80 santimetre çıktı. Ne? Yani 80 santimetrede bitip şırmadan belirle koyuyoruz. Ne? Suyumuzu son boşunda ortasında. Tuttu o ya. Niyetini kayıtıp jinaymış. Şekline bastılar. Ne kadar şurup var koyuyorsun. Ne yüzün ne adamız. Kendi bastırıyoruz. Şunu koyuyoruz usta. Daimon dediğimizde belli koyduk mu ya? Dil gibi oynayacağım. Mouse'un şeklinde koyduk. Değil mi? Daimon dediğimizde şu al. Daimon bak. Kolunu al. Kolunu al. Topla. Daimon da bakacağım ben kuzum. Daimon. Ne? Olsun. Şöyle samayın. Yeginsin. Sızıklarımı belirliyor. Bir boyunca koyup getirmesinde sonunda arası böyle böyle büyüklüğünde arası. Asfa istiyorum. Ona diyor Cumhur İstivat'tan hiç kim kendini жасамау керек. Шақырып, не қылып. Біреу шақырып жатыр ма, не қылып жатыр ма, жұмысын тоқтатып, одан кейін онымен сөйлесу керек. Иә? Ашқа. Ашқа не істейді? Ашқа. Өзің қоймаса алдымен деп. Енді мынаны жақсы өзің. Бұл
Nasıl mı atın sen? Ne? Tavuk mu bu? Nasıl bir şey bu? Eski bölümü. Yiyelim tabii. Şey oldu. Sabah olsun mu? Bugün sabah olsun mu? Ayaktan da sabahın sonu. Buna tok gözünü ajratamiz. Eng birinchi. Сөйтіп мынаны мынаqa o'rnina жинаймыз. To'xta, retimen ilindi. Endi kiydirilishga yuzta bo'lib qo'yasizlar. Ana shundan. Sabah geldiğinizde koyarsınız. Geldiğinizde